ITC Қазақ радиосы. Қайырлы күн, құрметті ITC Қазақ радиосының тыңдармандары. Армысыздар, Орал ақпараттық технологиялар колледжінің ұжымы мен студенттері. ITC Қазақ радиосының бүгінгі шығарылымның жүргізушілері 25-ші топ студенттері Жоламан Армат және Мырзалиев Нұржан. Әрбір әрпі қанға шомған тарихына қараңдар. Отырардай убат болған қала жоқ па жараңдар. Тату тәтті бармысыңдар, армысыңдар адамдар деп Мұқағалидың сәлемдесу салтымен тыңдармандарымызбен амандасып алайық. Иә, Нұржан, дұрыс айтасың. Өлмеу үшін, құлқыңды жемдеу үшін, мен дағы өлең жазбаймын ермек үшін. Жаздым үлгі жастарға бермек үшін, абай жаққан бір сәуле сөнбеу үшін. Деп, ұлы абайдан көп нәрсе үйреніп, сөз құдіретін, сөз сарасын ақындық сезіммен қабылдап, өзі қазақ поэзиясында абай салған соны соқпақ жолда әдеби ұлттық дәстүрді одан әрі жалғастыру жолында абайға көбірек үңілген. Ғасыр ақыны атанған Мұқағали Мақатаевтың туғанына ақпанның 9-шы жұлдызында 92 жыл толып отыр. Армат, дұрыс айтасың. Кезінде ақиқ ақын Мұқағали Мақатаев ақынмын деп қалай мен айталамын, халқымның өз айтқанын қайталадым, көпе киген қазақтың қара өлеңін шекпен жауып өзіне қайтарамын деп қарапайым қазақтың қара өлеңнің жілігін шағып майын ішті. Аламан бәйгеге оза шауып, өлең жырда шамасына шаң жұқтырмаған ерен жүйрік талантты тұлға. Иә, ұлы ақынның сезімінде туған еліне деген махаббатында шек бар ма? Ендеше Мұқағали Мақатаевтың сөзіне жазылған Нұрғиса Тілендиевтің «Есіне мені алғайсын» әніне кезек берейік. Жауып тұрған көктемдей, гүлдері барсаң көктерге, қоңыраулатқан аспандай, найзағай шаншып өткендей, есіңе мені алғайсың. Қоңыраулатқан аспандай, найзағай шаншып өткендей, есіңе мені алғайсың. Қазбауыр бұлттар маңғанда, орманға жалғыз барғанда, арманда мені армандай, оңаша жалғыз қалғанда, есіңе мені алғайсың. Арманда жаным армандай, оңаша жалғыз қалғанда, есіңе мені алғайсың. Қараша келген шақтарда, құлазып тұрған бақтарда, қурайлар сыңсып жатқанда, жапырақ жайрап жатқанда, есіңе мені алғайсың. Қурайлар сыңсып жатқанда, жапырақ жайрап жатқанда, есіңе мені алғайсың. Ақ ұлпа жерді жапқанда,
ағаштар сырға батқанда, бозарып батқан ақтаңда, бозарып тұрып ақпанда, есіңе мені алғайсың. Бозарып батқан ақтаңда, бозарып тұрып ақпанда, есіңе мені алғайсың. Құрметті ITC Қазақ радиосының тыңдармандары, назарларыңызға ақын Қазақстан Жазушылар Одағының мүшесі, Егемен Қазақстан Республикалық газетінің меншікті тілшісі, журналист, жерлесіміз Қазбек Құттымұратұлы Қабжанмен сыр сұхбатты ұсынамыз. Құрметті ITC Қазақ радиосының тыңдармандары, назарларыңызға ақын Қазақстан Жазушылар Одағының мүшесі, Егемен Қазақстан Республикалық газетінің меншікті тілшісі, журналист, жерлесіміз Қазбек Құттымұратұлымен сыр сұхбатты ұсынамыз. Сәлеметсіз аға. Орал ақпараттық технологиялар колледжінің ITC Қазақ радиосы мемлекеттік тілде таратылатын ақпараттар мен құнды өнімдер қалу үшін және студенттерді практикаға, шығармашылық жұмыстармен айналысуға баулу мақсатында оздырылып келе жатқан жоба болатын. ITC Қазақ радиосы 2022 жылдың қыркүйек айынан бастап жұмыс істеп келеді. Осы жоба аясында радиомыздың алтын қорында өзіңізбен жазылып алған эфиріміздің болған дұрыс деп ойлап, сыр сұхбат алғалы отырмыз. Ұсынысымызды қабыл алып, сұхбаттасуға келгеніңіз үшін алғыс білдіреміз. Саламатсыздар ма, радио тыңдармандар? Арман, шақырғандарыңызға рахмет. Сіздердің радиоға сәттілік тілеймін. Қазбек Құттымұратұлы, сұхбат басында ITC Қазақ радиосының тыңдармандарының көпшілігі жастар болғандықтан өзіңіз туралы толық айтып өтсеңіз. Рахмет. Мен осы облыстың тумасымын. Қайпақ деген аудан болды бұның. Қазір Тарап Ақжайық ауданының құрамында. Сол Тайпақ ауданының Базар-Шоран деген ауылы бар. Сол ауылда туып өскенмін. 1970 жылы. Қызылжар орта мектебін бітірдім. 87 жылы. Содан кейін 3 жыл сол ауылда жұмыс істедім. Совхоз қарауында. Кейін 1990 жылы Алматы қаласындағы, ол кезде Киров атында болды, кейін Әл-Фарабидің атына ауысты. Қазақ мемлекеттік ұлттық университетінің журналистика факультетінде оқыдым. 90 жылы түсіп, 95 жылы Пензенский бөлімді бітірдім. Мамандығым журналист. Сол студент кезден жұмыс істедім. Осы мамандығым бойынша. Содан бері қарай бүгінге дейін 93-тен 30 жылдық журналистік тәжірибем бар. Қазір көбіне мен меншікті тілші болып жұмыс істедім. Жас Алаш газетінде меншікті тілші болдым. Жас Қазақ газетінде тілші болдым. Алтын Орда газетінде қызмет еттім. Үш қиян деген газет болды, республикалық, Маңғыстаудан шыққан. Сол газеттің тілшісі болдым. Қазір енді осы 2017 жылдың басынан бері осы Егемен Қазақстан газетінде Батыс Қазақстан облысындағы меншік тілші болып қызмет етемін. Орал қаласында тұрам. Қазбек Құттымұратұлы, журналистика саласы қызығы мен қиыншылығы қатар жүретін сала. Болып жатқан оқиғаны дер кезінде халыққа жеткізуді және дұрыс ақпарат беруді талап етеді. Журналистер тек ізденіс үстінде жүреді деп айтады. Мамандығыңыздың қызығы мен қиындығы туралы айтып берсеңіз. Иә, дұрыс айтасың. Журналистика шынында да өте қиын әрі қызықты мамандық. Жауынгер мамандық деп айтады бізде. Себебі оқиғаның жұмыс уақытымен өлшенбейді, қай жерде қандай оқиға болады, күндіз ба, түнде ме, алыста ма, жақында ма, ауа райының қандай кезі, оның ешқайсысына қарамайды. Оқиға орнына
мейлінше тезірек барып көріп зерттеп сондай жеделдікті талап етеді біздің жұмысымыз. Енді жалпы журналистиканың бірнеше бағыты бар, өздеріңіз де білесіз. Радио, телевидение бағыты бар, баспа жұмыстары бар. Қазір интернет журналистика деген пайда болды. Ал менің әуелден сол таңдап алып қызмет етіп келе жатқан салам бұл газет журналистикасы. Газет журналистикасы бұл журналистиканың атасы, ең байырғы. Әу баста сол газеттен басталған бәрі де. Кейін радио шығады, одан кейін телевидение шығады. Қазір енді интернет шықты. Бірақ ең бастауында тұрған осының бәрінің газет журналистикасы. Сол мен осы өмір бойы газетте жұмыс істеп келе жатырмын. Бізде мына басылымның өзінің сипаттары болады. Егемен Қазақстан газеті республикалық басылым және күн сайын шығатын газет. Аптасына 5 күн шығады, дүйсенбіден жұмаға дейін. Сол күнделікті жаңалықтарды және хабарламалы ақпараттыра, сосын талдамалы. Оны талдап терең зерттеу, журналистік зерттеулер осы газетке шығып тұрып, бұл енді мемлекеттік газет болып саналады, үкіметтің газеті болып саналады. Біздің республикамыздың ең үлкен басты газеті болып саналады. Мемлекеттің бүкіл құжаттары, президенттің жарлықтары, мемлекетіміздің саяси, экономикалық барлық негізгі бағыты осы газет бетінде көрінеді. Сондықтан бізге жауапкершілік өте күшті. Әрбір сөзіміз дәлелді болу керек, шындық болу керек. Жаңағыдай әлеуметтік желілердегі сияқты бір желікпе ақпараттар көп басылмайды. Сондықтан бізде енді талап та күшті, жаңа айтқандай. Осылай енді облыстағы тілші болғаннан кейін мен осы Батыс Қазақстан облысындағы республикалық маңызы бар ақпараттармен қамтып отырамын редакцияны. Менен талап етілетін міндет сондай. Түсінікті. Аға, жолға салған жұмысқа төселдірілген алғашқы ұстаздарыңыз жайлы не айтар едіңіз? Я бұл журналистикада әрине ұстаздар болады, мұғалімдерім бар. Жалпы осы мамандыққа жетелеп алып келген өзімнің туған ағамды айтып өтсем болады. Бұл Жәнібек деген ағам осы журналистика факультетінде оқыды. Жалпы журналистика туралы, мамандық туралы ең әуел сол кісіден естіп қызығушылығым болды. Кейін университет қабырғасында жүргенде біз ол кезде 5 жыл оқыдық. Көптеген мұғалімдерден дәріс алдық. Алматы қаласы сол кезде Астана болды. Бүкіл республикалық басылымдар, бүкіл ең маңызды оқиғалардың бәрі сол Алматы қаласында өтіп жатты. Мысалы, біз 90 жылы оқуға түстік, ол кезде Совет одағы еді. 91 жылы Совет одағы тарады, Қазақстан тәуелсіздігін жариялады. Біз сол кезде Алматыда болдық. 91 жылы 16 желтоқсан күні алаңда жүрдік, республика алаңында. Желтоқсан оқиғасы өткен алаңда. Кейін жаңа 92 жылы теңгеміздің ауысқаны, барлық ең үлкен өзгерістердің бәрінде біз сол Алматыда бүкіл оқиғалардың ортасында жүрдік. Оның өзі үлкен мектеп болды. Содан кейін Қазақстанның әр түкпірінен келген балалар, жаңа студенттер, менің курстастарым жиналғаннан кейін, шынында да оның бір ерекше аудиторияда алған білімнен бөлек, өмірдің өзінің беретін сабағы өте үлкен. Сондықтан сол кездегі ұстаздарымның қай-қайсысына да шын жүректен алғысымды айтамын. Біз
практикада республикалық газеттермен, журналдармен байланыс жасап тұрдық. Мен өзім 3-ші курстан бастап қызмет еттім. Жазушылар одағының жанынан жас қаламгерлерге арналған Жас Қазақ деген газет шықты. Сол газетте мен өзім достарыммен бірге оқитынмын. Әмірхан Балқыбек, Маралтай Ыбыраев, Болат Қожаев, Сағындық Ризахметов деген өзімнің курстастарыммен бірге жұмыс істедік. Қазбек Құттымұратұлы, Ақжайық өңірінде журналистика саласында жүрген жас буын өкілдерінен кімдерді айта аласыз? Болашақ журналист мамандығын таңдаған жастарға ақыл кеңесіңіз қандай? Қазіргі жастар өте көп, өте талантты жастар көп. Енді мен журналистикада өзім толқын буын болады. Біз бірте-бірте аға буынға айналдық. Қазір біздің ізімізді қуған жастар өте көп. Және қазіргі журналистиканың талабы да өзгеріп келе жатыр. Мысалы бізде газетте бұрын мақалалар өте көлемді, түрлі әдеби жанр сияқты суреттеп жазатын еді. Қазір ондай талап қалып бара жатыр. Қазір ақ-панақ аз сөзбен көп мағына беріп, тек қана ақпаратты әсірелемей, сипаттамай, қалай болды, сол қысқа ғана сөздермен айту талап етіледі. Әсіресе мына интернет журналистикасында сайттардың өзінің талаптары бар. Сосын мына соңғы технологияны жетік меңгеру қазіргі жастардан талап етіледі. Қазір журналист әмбебап мамандықтың иесі шындығы. Бұрын фотограф бір бөлек адам болады. Мысалы тележурналист болса, оның жарық бөлушісі бөлек жүреді, микрофон ұстайтын адам бөлек жүреді, камерасы бөлек жүреді. Бірнеше коллективный жұмыс болды. Ал енді біз газет журналисі негізінен әу бастан өзі жеке дара жұмыс істейді, ешкімге бағынышты болмайды. Қағазы мен қаламы бар, қазір диктофон. Сосын мына телефонымыз фотоаппарат. Бізде журналистика факультетте оқығанда фото ісі деген сабақ оқыдық. Сол жерде фотоға түсірудің де әліппесін үйретті. Оның бәрі пайдаға асты бізге. Енді шындығы мына соңғы құралдардың бәрін жетік меңгеру керек қазіргі журналист. Жан-жақты болу керек. Көлікті айдай білу керек. Ешкімге жалынбау керек қой. Бір Европаның бір кітаптарынан оққан. Сонда айтады, көзде жақсы көру керек дейді. Осылай тұрғанда, мәтінді тез оқуды үйрену керек дейді. Былай. Енді қағаз сізге қарап тұр ғой. Мен оны бұлай осылай отырып оқи беруім керек. Шпион болу керек болып тұр ғой. Айтпай деп тұрған ақпаратын біліп алу керек дейді. Солай. Енді жастардан өте көп. Қазір жастардың қай-қайсында мойындаймын. Енді атап айтсақ қазір біреуін айтып екіншісін ұмытып кетеміз. Одан да сол өзімен бірге жүрген әріптестерім бар. Барлығында мойындаймын. Қазбек Құттымұратұлы, негізгі қызметіңізбен қатар қоғамдық жұмыстармен де айналысып жүрсіз. Еңбегіңізбен зерттеп жүрген бағытыңыздан тыңдармандарыңыз хабардар болсын. Айтып берсеңіз. Мына журналистикада салалық журналистика деген ұғым бар. Журналистика туралы бір сөз бар. Журналист көп білетін адам дейді, әрі түк те білмейтін адам дейді. Сондай сөз бар. Себебі біз журналистер жазбайтын кез келген тақырыпқа жаза береміз. Редакция тапсырма берсе, бір күн Шолпанмен сөйлесіп жатасың, екінші күн космонавтпен сұхбат алып жатасың. Тағы әртүрлі, әр саланы жаза бергеннен кейін әрқайсынан там-тұмдап бір ақпаратың болады, бірақ шын мәнінде ешқайсында терең білмейсің. Бетімен қалқып кете бересің. Осындай болды. Бірақ соңғы кездегі талап
журналистер бір бағытқа мамандану керек дейді. Иә, мысалы бір тақырыпты терең жазу керек, және сол тақырыптың, сол саланың маманымен тең дәрежеде сөйлесу керек. Экономика болса экономика, финанс болса финанс, технология болса о жағынан да сол сөйтіп маманданғанды қалайды қазір. Енді ол журналистер көп, халық көп, өте дамыған елдерде осылай болады. Енді бізде Қазақстан әзірге кішкентай, мамандар өте тапшы, журналистерде осы біздің қазір сіздер білесіз, журналистер өте тапшы. Біздің Оралдың өзінде жақсы журналист таба алмайды. Журфак, журналистика факультеті Алматы қаласында оқытылады, Астанада бар. Біздің Оралда журналистер дайындамайды. Бізден журналист болам деп Астанаға, Алматыға барған қыздар, жігіттер оқып алады да, көп қайтпай қалады. Көп республикалық басылымдарда, телеарналарда жүр қазір. Мысалы, Мейіржан деген жігіт бар, Нартайдың өзі Оралдікі, Артур деген жігіт болды. Республикалық телеарналарда біздің Оралдың көптеген қыз жігіттері, талантты қыз жігіттер жүр қазір. Олар енді шынында да өздері сондай мықты болғаннан кейін, әрине сондай республикалық деңгейде жүргені жақсы, өзін-өзі көрсетілген дұрыс қой. Бірақ жергілікті жерде де мамандар болу керек негізі. Сондықтан жаңа сұрағыңыз қалай еді негізі? Еңбегіңізбен зерттеп жүрген бағыттарыңыздан тыңдамаған. Салалық журналистиканы айтайын деп жатқам, иә. Мен өзім тарих жағына бірте-бірте өзім қызығушылығыммен сол тарих жағын жақсы көрдім. Содан кейін 2012 жылы Жайық пресс медиа холдингінде жұмыс істеп жүрген кезімде маған ұсыныс айтты. Баспасөз тарихын зерттеу орталығын ашсақ қалай болады деп, сол мекеменің жанынан. Мен ол кезде араб жазуын оқып жүрген едім. Сосын біздің қазақтың тұңғыш газет журналдардың бәрі араб әліпбиімен шыққан, 20 ғасырдың басында. Соларды алып біз зерттегіміз келді. Себебі Совет үкіметі кезінде олар зерттелмеген. Себебі олар шығарған адамдардың бәрі халық жауы болып атылып кеткен. Отыз жетіде. Сөйтіп олар мүлдем жабулы қазан күйінде қалып қойған ғой. Тек мұны советтік большевиктердің шығарған газеттерінен бастайды тарихты. Оның ар жағында қазақтың өзінің зиялылары шығарған газет журналдар айтылмаған. Сөйтіп мен қызықтым, жақсы деп келісім бердім. Жантас деген басшымыз болды. Сөйтіп кірісіп кеттік. Біз Мәскеу қаласына барып, Қазақстан деген газеттің тегіндесін алып келдік, көшірмесін. Қазақстан деген біздің Орал қаласынан шыққан 1911 жылы шыққан газет. Құмар Қараш, Елеусін Берин деген аталарымыз шығарған. Жалпы қазақтың тұңғыш газеті дегенде көбі қазақ газетін айтады, Ахмет Байтұрсынұлын айтады. Бірақ қазақ газеті 1913 жылы шыққан. Ал Қазақстан газеті одан 2 жыл бұрын шыққан. Және осы Қазақстанның өз жерінде шыққан, өзінің баспаханасы болған. 3 жылға дейін шыққан. Сол 1913 жылы қазақ газеті шыққан кезде Қазақстан газетінің соңғы нөмірлерінде айтады, осылай Орынбордан қазақ деген газет шықты. Оны шығарған атақты Масаны жазған Ахмет деген азамат. Біз ол жаңағы жігітке сәттілік тілейміз. Газет шығару өте қиын, оңай емес. Олар сондай үлкен қызметті мойындарына алған екен. Сәттілік болсын деп жаңағы тілейді. Және содан кейін сол Қазақстан газетін шығарып жүрген азаматтар жаппай сол қазақ газетін көтеруге көмектеседі. Себебі Қазақстан газетін шығару өте қиын болады. Орал қаласынан бірнеше кедергі болады. Сосын Қазақстанның бір шетінде тұрғаннан кейін бұл Орал қаласы ол кезде шағын қала. Бүкіл
қазақ даласына тарату қиын болады. Әйтпесе осы Қазақстан газетін Семейге де барып тұрған, Жетісуға да барып тұрған, жазып алып шығарып болған. Бірақ Орынбор ол кезде бүкіл Қазақстанға ортақ, тарату да ортақ. Сонан кейін сол Орынбордағы қазақ газетіне көтеруге қызмет еткен барлық зиялылар. Сөйтіп Қазақстан газеті жабылады 10-шы жылы. Және мына патша үкіметінің кедергісі де болады. Бұлар сондай қазақтың ұлтшыл көзін ашатын, қазақты жаңағы ел қатарына қосатын осындай басылымдардың болғанын қаламайды. Сөйтіп жабылады. Біз сол газетті көшірмесін алып келдік. Сонан кейін жаңа араб жазуынан қазіргі алфавитке аударып, ол газетті шығарған азаматтар туралы мәліметтер жинап, сөйтіп кітап шығардық 2012 жылы. 2013 жылы шықты, қателеспесем. Сөйтіп біз осы баспасөз тарихын зерттеу орталығымен мен айналыстым. 5-6 жылдың ішінде 10 шақты кітап шығардық. Мен журналистиканы қойып кеттім сол кезде. Таза ғылыми зерттеу жұмыстарына кетіп қалдым. Өзіме өте қызық болды. Сосын біз сол кездері Батыс Қазақстан облысындағы араб жазуын құлпытастарды зерттей бастадық. Даладағы құлпытастар ата-бабаларымыздың. Ол да өте қызық жұмыс болды. Бұған республикада үлкен ғалымдар назарын аударды. Сөйтіп Алматы қаласында Шығыстану институты деген бар. Сол Шығыстану институтының атақты Әшірбек Муминов деген профессор бар. Әлемге әйгілі ғалым, шығыстанушы. Сосын Айтжан Шеймерденқызы, Дина Меделова деген кісілер болды. Сол Шығыстану институтына бізді уақытша қызметке алып 3 жылдық жобамен айналыстық. Бүкіл облысты айналып шығып, ескі қорымдарды картаға түсіріп, фотоға түсіріп, құлпытастарын аудармасын жасадық. Бұдан бөлек біз Уфа қаласының архивінде сақталған бөгейліктің метрикелерін, метрике кітапша дейді. Бұл төңкерістен бұрын қазақ даласында болған мешіттердің модалар толтырған кітаптар. Бұл 4 мәлімет жазылады. Әр ауылда мешіт болған ба? Сол мешітте молда болған. Ол молданың үлкен қызметі болған. Ол әрі білім берген, әрі тәрбие берген, әрі жаңағы ЗАГСтың рөлін атқарып отқан. Қазіргі хал актілерін тіркеу орталығы деген бар. Бұл мына жаңа туған баланы тіркейді. Қай күні неға келді? Ұл ма, қыз ба, әкесі кім, шешесі кім, әкесінің руы кім, шешесінің руы кім, соны жасады. Сосын үйленген жастарды жазады. Қай жылы, қай күні үйленді, некесі қиылды, күйеуі неше жаста, қалыңдық неше жаста, нешінші рет үйленуі, руы кім, күйеу жігіттің руы кім, қалыңдықтың руы кім. Сосын кім куә болды, 2 адам куә болады, 1 адам өкіл болады. Қыздың неке қыздың үйінде қиылады. Сосын жаңағы қыздың 2 ағасы, туысқандары, жақын туысы, или әкесі өкіл болады. Сосын жаңағы куәлері болады. Соның барлығы жазылады. Одан кейін ажырасу жазылады. Ажырасқанда жаңағыдай заңдылықтар сақталады. Өз еркімен күйеу жігіттің, қалыңдықтың талаптары. Одан кейін 4-ші қайтыс болған адамның деректері жазылады. Неше жасында қайтыс болды, қандай аурудан қайтыс болды, қай жерге жерленді, жаназасын кім шығарды деген мәліметтер жазылады. Бұл да біздің қазақтар үшін өте құнды, себебі біздің өзімізде архив сақталмаған. Қазақтың бұрынғы тарихын біз соның ішінен атақты адамдар туралы көптеген мәлімет таптық.
мысалы кім Дина Нұрпейісова туралы мен мақала жаздым. Ол кісінің жаңағы балаларының метіркелері шықты. Жаңағы өзінің тұрмысқа шыққандағы неке қылған жазбасы шықты. Одан бөлек біз Мұхаммед Салық Бабашановтың қайтыс болған деректері сол жерден шықты. Мысалы Ғұмар Қарашың қайсыны туғаны нақты белгісіз еді осы кезге дейін. Сол туралы анық мәліметтер шықты. Бұл енді дәл сол кезде сол куә болған адамның қолымен жазылғандықтан бұл ешқандай дауыламайсыз, өте анық ақпарат болып саналады, ең дұрыс ақпарат болып. Осындай мәселелермен айналыстық. Мен кейін 2017 жылға дейін сол ақпарат жаңағы баспасөз тарихын зерттеу орталығында жұмыс істедім. Одан кейін осы Егемен Қазақстан газетіне қызметке шақырды мені. Сөйтіп 4-5 жыл мына журналистиканы қолжып қалдым да, кішкене өзім сағынып жүрдім. Соны қуана келістім де, сөйтіп қайттан журналистикаға шығып кеттім. Бірақ қазір менің жаңа хоббиім айына кем дегенде бір рет осындай бір терең тарихи зерттеу мақала шығарып отырмын. Енді одан бөлек біз қазір репрессия құрбандарын толық ақтау жөнінде Тоқаевтың жарлығы шықты осыдан 4 жыл бұрын. Сөйтіп комиссия құрылып республика бойынша. Бұл мына совет үкіметі кезінде, әсіресе Сталин кезінде болған асыра сілтеу репрессия жылдарында жазықсыз атылып, сотталып кеткен ата-бабаларымыз туралы деректердің бәрін шығару керек деген тапсырма берді. Соларды біз ақтауымыз керек. Ашаршылық бар оның ішінде. Оның ішінде жаңағы банды деп қудаланғандар бар, бай деп конфискеленгендер бар, жер аударылғандар бар, молда деп жаңа жер аударылғандар бар. Одан кейін Ұлы Отан соғысы кезінде тұтқынға түскендерді немістің тұтқынынан елге келгенде қайттан 25 жылға соттап жүрген. Сендер сатқынсыңдар деп. Совет үкіметінің заңы бойынша неге тұтқынға түсуге болмайды. Соңғы оғында өзіңнің атып өлуің керек. Тірілей тұтқынға түсуге болмайды деген сондай тәртіп болды. Бірақ енді өмір әртүрлі ғой. Мысалы біреу есіне танып қалады, жаралы күйінде түседі. Біреуде басқа амал жоқ болады, оғы бітіп қалады. Көп не болған. Бірақ сол жаңа репрессияның салдары өте қиын. Сол комиссияға мен өзім сұранып кірдім. Бұл 2 жыл бұрын. Біз сол 2 жыл жұмыс істедік. Ол комиссияның бірнеше бағыты бар. Жаңа Алаш қайраткерлерін зерттеп жатқан бір әріптесіміз бар. Одан кейін мына байлар, қазақтың байлары, соларды конфискелеу туралы үлкен науқан болған. Соны зерттеп жатқан әріптесіміз бар. Одан кейін депортациядан жер аударылғандар. Біздің Қазақстанға басқа жақтан жер аударылғандар бар. Біздің Қазақстаннан өзге өңірлерге, шет елдерге жер ауып кеткендер бар. Соларды зерттеп жатқандар бар. Енді мен өзім қудаланған дін өкілдері деген тақырып, менің тақырыбым зерттеп жүрген. Бұл дін өкілдері, молдалар, хазірет, ишандар. Жаңа айттым, біздің әр ауылда мешіт болған, дін ғұламалары өте көп болған. Олар елдің кәдімгі шын басшылары болған, жөн айтып, ақыл айтып, жол көрсетіп отырған. Солардың барлығы қатты қудаланған, көбі атылған, жер аударылған. Осы өткен 2 жылдың ішінде 2 кітап шығардық. Бұл комиссия биылда жұмысы жалғасып жатыр. Осындай жұмыстармен айналысып жатырмыз. Қазір мен журналистикадан бөлек осындай ғылыми зерттеу жұмыстармен айналысып жүрмін. Рахмет. Қызмет Мұратұлы. Өзіңіздің шығармашылығыңызға оралсақ, қазір немен шұғылданып жүрсіз? Қандай жоспарларыңыз бар? Шұғылданып жүрген жұмыстарымды айттым жаңа. Енді жоспарымыз
жоспарымыз осы комиссияның құрамында тағы да бірнеше кітап ойымыз да бар. Репрессияның ауқымын қорытып, мысалы біздің облыстың өзінде былай дейді, пан-исламистік, пан-түркистік, антисоветтік ұйымдар әшкереленген 37-38 жылдары. Сөйтіп топтап жаңағы молдаларды жойып отырған. Бұлар бір ұйымға кіреді, советке қарсы қызмет етті, совет үкіметіне қақпақшы болды, Жапониямен байланыс жасады, Германиямен байланыс жасады. Сөйтіп жаңағы Қазақстанды СССРдан бөліп алғысы келді, байшыл, ұлтшыл мемлекет құрғысы келді деген айыптар тағылған. Осы пан-исламистік топтар туралы жоспарлап қойған кітабымыз бар. Одан бөлек осы репрессияның аясында сайлау құқығынан айыру деген үлкен науқан болған. Бұған мыңдаған адамдар біздің өңірдің өзінен сол ұшыраған, сол қуғынға, солардың тізімін жариялағымыз келеді. Енді одан бөлек менің өзімнің бір мойныма алған жұмыстарым бар. Мысалы, мен өзімнің туған ауылымның тарихын жинап жүріп, көп жылдан бері соны кітап қылып шығарсақ деген ойымыз бар. Осы биыл шығады деп ойлап отырмын. Одан бөлек бірнеше кітап бар дайындап жүрген. Бұйырса осы биылғы жылдың өзінде бір 4-5 кітаптың жобасы ойымызда тұр. Алла осы шығу керек жылдың аяғына дейін. ITC Қазақ радиосының тыңдармандарымызға қандай тілек айтар едіңіз? ITC Қазақ радиосының тыңдармандарына тек жақсылық тілеймін. Енді бағанада айттым, мынау сіздің колледж өте заманауи, бүгінгі қоғамға өте керекті мамандар дайындайды. Соның ішінде біздердің журналистердің қазіргі қызметі сіздерсіз мүмкін емес. Технологиясыз, қазіргі ақпараттық технологиясыз біздің қызметіміз жүргізу мүмкін емес қазір. Сондықтан бірге қоян-қолтық жұмыс істеуге шақырамын. Осылай достығымыз, қарым-қатынасымыз дами берсін. 2022 жылдың 28 қазанда Астана қаласында оздырылған баспа, радио, интернет журналистика саласындағы Үркер 2022 байқауындағы жылдың үздік журналистік зерттеу атты жүлделі марапатыңызбен құттықтаймыз. Деніңізге саулық, еңбегіңізге толағай шығармашылық табыстар тілейміз. Рахмет. Сұхбатыңызға рахмет аға. Ақындардың жан әлемі терең екенін білеміз. Өзіңіздің бір өлеңіңізді оқып берейік. Мұханғали Алтынайдың орындауында айдындай толқып өлең. Бір жағы қабақ, бір жағы қайраң жайылған, шымырлап ағып, шығыннан басын қайырған. Айдындай толқып, айтуға күшім жетер ме? Ақжайық сенің құдіреткілігің жайында. Елдің шауып, суыңды тұнық лайлаған. Есер қазақты қақпақыл қылып ойнаған. Махамбет сынды марқасқа туған ұлыңды хан көтергендей көтеріп өткелі сайлаған. Ақжайық сенің естілігіне таң қалам, Ақжайық сенің тектілігінен айналам. Жайығым менің жайылып кеткен атағым, жағанда өссе қалайша болмаша тауым. Жүзімді шайып алайын аппақ айдынға, арманға тартқан сапарлы болар сапар. Әр күндеріңіз білім мен жарқын естеліктерге толы болсын. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау саламат болыңыздар. Рахмет, сау болыңыздар. Құлақтан кіріп бойдалар, әсем мен тәтті күй,
көңілге түрлі ой салар, әнді сүйсең, менше сүй деп Абай атамыз айтқандай, колледжіміздің музыкалық көркемдік жетекшісі Сырымбет Тілекқабылұлының орындауындағы Мұқағали Мақатаевтың сөзіне жазылған Тұрсынғазы Рахамовтың «Сәби болғым келеді» әніне кезек берейік. Болғым келмейді, қанатым бар күмістен жаратылған. Сәби болғым келеді, сәби болғым, бұл өмірден хабарсыз жаратылған. Сәби болғым келеді, сәби болғым, бұл өмірден хабарсыз жаңа туған. Тар бесігі кең жаһан тарылмаған, біреуге бар біреуге табылмаған. Сәби болғым келеді, сәби болғым, ана сүті аузынан арылмаған. Сәби болғым келеді, сәби болғым, ана сүті аузынан арылмаған. Болғым келмейді, жылуым бар, керек бе жылыныңдар. Сәби болғым келеді, сәби болғым, күн сәулесі ойнаған тұлымымда. Сәби болғым келеді, сәби болғым, күн сәулесі ойнаған тұлымымда. Қанат қағып өмірде ұшарымда, кесілмесе бәрібір тұсауымда. Сәби болғым келеді, сәби болғым, сәбиі жоқ ананың құшағында. Сәби болғым келеді, сәби болғым, сәбиі жоқ ананың құшағында.